нәрсені жету үшін жақсы нәрсені айырбастау керек дейді ғой. Алла разылығы үшін бұл саған сыйлық. Сен де беріп жатсың ғой ел жұртқа деген сияқты. Маған керек емес, құрсын. Шын айтамын, өзіңмін. Мен видео түсіріп жатқан кезде, Астанада шыққан кезде оны сіздерге көрсететін боламын. Осы көлікті бір өзіңе жақындатқан нәрсеңді беру керек дейді ғой. Мүшел жастасын ма не? Мүшел жасты емес, жалпы деймін. Содан кейін сол ниеттен шықтым, короче. Маған бермейтін шығарсың. Үйленбей жүргеннің арқасы осының арқасы ма, сол 3 жыл алдында қарға жеді ма, көгердегір дедің ба, шүйендеге дедің ба деп. Әзілдеймін негізше, бірақ бір-бірімізге ешқашанда жамандық тілеген емеспіз. И Рысбала туралы қай жерде болсын да бірдеңе айтып жатса, мен тыңдап тұрамын да, бірдеңе деп жатса, кәдімгідей мен жақсы жаққа бұрып, вообще қара сөз тигізген емеспін. Бірақ ішінде бір өкпе тұратындығын, бір реніш тұратындығын. Мә, неге деп. Сонымен 3 жыл өтіп кетті ағайындар. Бүгін Аллахтың қалауымен арнайы келіп отқан жайымыз бар. Аналарымыз көріп отқан шығар, мүмкін көрмей отқан шығар, бірақ сол кісілердің ғұмыры шаттыққа толы болса екен, солар ренжіспесе екен, себебі олар қалай өсті, бір-бір ауырып қалған кезде қалай уайымдайтындығын, Рысбалалар кішкентай кезінде, мадиярлар кішкентай кезімізде біздің киімдерімізді беріп, одан уайымдап, оларды бізге уайымдатқызып, жалпы ауызбіршіліктің не екенін солай тәрбие беріп өсірді. Аллаға шүкір, сол кісілердің барына. Сондықтан да бір ғана ағып жатыр бойымызда. Тағы да кешірім сұраймын, құрметті оқырмандар. Көпшілік адам сұрайтын тұғын, татуластың ба, Рысбалаға бар деп. Олар да біледі. Сондықтан бүгін осындай керемет күнде осындай сәт түсіп жатыр екен. Мен де қобалжып кеттім кәдімгі бір ғой. Негізі жігіт адам жыламайды дейді ғой. Мен негізі мынаға жыламаймын ағайында, бірақ мына әлеуметтік желіде ше неше түрлі әңгімелер болады ғой кейде. Мұсада енді елдің алдында біраз жүргеннен кейін бір артық әңгіме болып қалса, мен кәдімгі дейсіңдер, оны танымайсыңдар ғой, білмейсіңдер ғой, онымен мен ғой бірге өскен деген сияқты мен ішінде ана жақта нелер тұратын еді да. Мен мамам да қанша рет айтты, татуласыңдар, қашанғы өйтіп жүресіңдер сендер деген деп. Онда бәрін өшіріп тастаңдар. Баяғыда жаңағы таға дейді ғой, бір жақта нағашын Шымкент жақта. Сол тағаның есігінің алдында бірге ойнап, қызғалдақ теріп, жаңағы тапшанында бірге аунап, сол үйде бір қазанға тамақ пісіріп, сол бір дастарханнан ас ішкен күндерінің бәрін онда өшіріп тастаңдар. Анық сенде көкірек басылмай жатса, бұл жігітте көкірек басылмай жатса, солай кетіңдер деп. Бүгін мамаларымыз да кәдімгідей қуанып шығар. Мына екеуінің сәл болсын ақылы бар екен дейтін шығар. Кешіріңіздер сіздер ше. Көріп тұрмыз сіздер. Ана камераға сөйлейміз, мына камераға сөйлейміз. Кешіріңіздер, құрметті ағайындар. Сіздер де ұрыспаңыздар. Егер ренжісіп жүрген адамдар болатын болса, дәл қазір хабарласыңыздар, немесе хабар жазып кешірім сұраңыздар. Себебі ұлық болсаң кішік бол дейді. Сондықтан да тағы да кешірім сұраймын. Бір ұшмады. Мұса толған күн жасап жатыр, мен тойларымды шақырып жатырмын. Екеуміз ай даладағы кеше қосылған, кеше жолдан қосылған адамдар біздің қуаныштарымызда жүреді да. Ал баяғыда бірге келе жатқан екеуміз жоқпыз да. Орның білінеді кәдімгідей. Ал бас сенің де орның білінеді, айуан. Қанша рет бала тудың, қанша рет туған күнің. Сен соның біреуіне келген жоқсың. Кайды қалай ескешедің, Раминді қалай ескешедің, жаңа ескесем. Өсіп қалайын. Сен өсіп кетсің ғой десем, Раминге. Балабақшаға барып өсіп кеттің ғой дейді. Тілі тәтті да. Кішкентай мынандай кезінен иіскеп кәдімгі жыбырлап. Бізге де үйлену керек ағайындар. Қашан сен баланы иіскей беремін деп жүрмін. Болды, күшті модель қыздар келіп жатыр ғой, кесек күнде эфирге. Болды, хорошо. Енді о жағын білмеймін ғой, енді о жағын. Бұйырса. Кешірші мен де. Мен кешірші. Ұрыспайықшы, болды. Қандай жағдай болса да, үндемейміз, ұрыспаймыз, ренжімейміз, кел дос боламыз ке. Қаншымды кешіріңдер ағайын? Әбдіші, рахмет үлкен. Кесі давай. Не дейді осындай кезде? Не дейді? Ирис-мирис, больше не дерис. Ирис-мирис емес? Дерис-дерис, больше не... Мерис. Қалай? Мерис-мирис, больше не дерис. Давай. Кәдімгідей андай бір. Желкемнен жүк түскендей болып отыр ағайындар. Мен сияқты дәу жүк па? Алыр жүк деп па? Мен қазір эфир бітсін, мен ары қарай жылайым бар ғой. Жаңа Мақпал апам келген кезден қуаныштан толық мен қатты жылай алмадым. Мына жерде мен кәдімгідей
егіл-тегіл. Бауырым, шын айтам. Аллаға шүкір. Алла бергенін тоқтатса да, берерін тоқтатпасын. Маған сен амандығың керек, басыңның амандығы керек. Кеттік ал. Енді достар, Деніңнің бүгін саулығы ойнатып жатқан керек. нәрсеміз қазір деп ше. Деніңнің саулығы керек, Иә. амандығың керек. Сен И де аман жанында осылай жүргенің керек. Маған көлік, Мынау не? рахмет, бауырым. Сыворотка ол. Ей, Ағартатын бірдеңе бар ма деп ше. Әңгіме бұрып. Ал, ей, бір рекламный пауза жіберіңдерші, біз өз-өзімізге кеп сәл көз жасымызды сүртіп алайық. Албасты айуан десе. Үй жаныма жей бол. Кешір алмаймын. Әкеп барлығым үшін жүрегімдегі андай қателіксіз ол үйге барып болғаным үшін Болмағыр нәрсе ғой айтпесемші. білмеймін не істегенді мен вообще сұрамадым да сенен ше. Ол жерде не болғанда араларында не болғанда болмаған жылап бір кісінің несін салып берші келші әңгіме бар деп шақырған не бардым. Ойымда ештеңе жоқ. Жаман нәрсе айтқан да жоқпын валлахи мен сторис салдым, сол сторис көрдім сен ой тырысып қалдым. Сонымен арға ол кісі саған не қылып салғанын вообще есімде жоқ. Рамин, көкемен амандастың ба? Мен танисың иә дейді ғой. Ал? Иә танимын дейді. Кім десең? Не дейді? Кім десең? Я бірдеңе деді да арға ұялып тұр да танимын деп. Сен өсіп кеттісің ғой десең. Я садикке барып жатырмын ғой мен деп қояды. Садикке барып өсіп жатырмын дейді. Ағайындар 512 адам. Алла разы болсын, құрметті достар. Сіздер сұрап жатсыздар мына жақта. Бүгін керемет конкурс болып жатыр. Мен не болды мынау кірпігім? Не айнала, не қылдың мен кірпігімді? Сұлулықтың бәрі кететін болды ғой қазір. Оригинал екен, көрдіңіздер ма ағайындар? Ағып кетіп іштен құлап не жатқан жоқ бәрі. Бала әдемі қыз негізі. Кешірші мен де. Досым, бауырым, бөлем үшін өлем. Нормальный болса өлем, онша емес болса көрем. Ойланып көрем деген баяғыдан айтатын едім. Басында бет жоқ па? А? Қыздар билей басын ба? Кет билей басын, екеуміз оған дейін әңгіме айтайық. Сосын мен сен ана қалыңды азайту керек сен ше. Бетімде қалыңды азайту керек. Қалдыбай? Иә, мен ана сәл ағартып, не қылыңдаршы, үйленуге дайындап мен ше, ағайындар. Үйленсің сен биыл. Биылдан қалмасаң ше, сен менен бір жас үлкенсің. Сен биыл 31-ге толасың. Толдым мен уже толып қойдым. Толып қойдың ба? Толып қойдым. Айуан. Достар, көбісі білмейді ғой енді жаңағы біледі білмейді. Айуан деп сендер дұрыс түсінбей қалмаңдар, мен айуан деп жақсы көретін адамды айтамын. мен де ана ишак деймін ғой жаңағы жақсы көріп ше солай ағайындар. Ырысбол аға ағайындар білесіздер ғой бәріңіз білесіздер ғой не болып жатқанын бұндай мега қазір шоу болып жатыр. Мына жақта керемет қыздар билеп жатыр қошақандары. Шандар маған қарамай билеңдер мен сендерге қарап тұрсам болды. Осы ағайындар желкемнен жүк түскендей болып отыр. Кәдімгі қуанып отырмын. Алла разы болсын.